Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі сабағымда мен сіздерге аудиогенерацияны қалай жасаймыз, сол туралы айтатын боламын. Кез келген браузерге генератор голоса ii деп жазсаңыздар, бірнеше нұсқасы шығады. Осының ішінен NaraKit дегенді таңдайсыздар. Бұл NaraKit'тің бір жақсы жері қазақша сөздерді кішкене анығырақ айтады. Так, осы жерге кіргеннен кейін сіздер өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен кірсеңіздер болады. Мінекей, мен қазір қайтадан кіріп көрсетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Міне регистрация деп отырады. Осы жерден сіздер войди через Google деп өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен кірсеңіздер болады. Егер сіздер бірнеше ұзақ 3 минуттық, 4 минуттық аудио генерация жасайтын болсаңыздар, бірнеше осындай Google аккаунтпен кірсеңіздер болады. Так, обновить профиль, обновить. Так, инструменты дегенге кіреміз. Осы жерден онлайн-генератор голоса для преобразования текста и аудио. Попробуйте прямо сейчас дегенге кіреміз. Так, міне русский. Так, бұл жерде біз русский емес, казахский деген тілді таңдаймыз. Английский, так, китайский. Так, міне казахский деген таңдадық. Бұл жерде Гүлшат бар және тағы ұлдың дауысын оқитын Амир деген бала бар. Так, енді мына жерге өзіміздің оқу керекті сөзімізді, текстімізді жазамыз. Мен мына жұмбақты оқытамын. Және де бұл жерде 300 сөзден аспауы керек. Создайте аудио дегенді басасыздар, бірнеше минут күтесіздер. Егер интернет жақсы істейтін болса, бірден аудио генерация жасап береді. Так, мінекей, жұмбақты шеш. Енді бұны қос қазық, екі желі, 8 ноқта, сөйлейді шежіредей адам соқса. Тағы бір мінезі бар таңғажайып, еш уақыт сөйлемейді адам жоқта. Жұмбақ бірден сіздердің қойылған нелеріңіз шығады. Жұмбақты шеш. Қос қазық, екі жұмбақты шеш. Қос қазық, екі желі, 8 ноқта, сөйлейді шежіредей адам соқса. Тағы бір мінезі бар таңғажайып, еш уақыт сөйлемейді адам жоқта. Сол жерде барлық сіздердің жасаған загрузкаларыңыз осы жерде міне сақталып тұрады. Мен алдында жасаған мінекей, осының барлығын өздеріңіз соткадан керекті видеоларыңызға пайдалансаңыздар болады.